Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа ойланып пегоди пісірем деп шештім. Ол үшін бір азғантай жылы суымды алдым, 100 грамдай, сұйық майымды, тұзымды, шекерімді салдым. Мөлшерлерінің бәрі описание бөлімінде болады. Сонымен қатар дрожжпен ұнымды да салдым. Ашытқымды да, менде құрғақ ашытқы, мен бір қасық салдым. Негізі ашытқы адамның организміне зиян екенін білгендіктен көлемін азғантай көлемде салдым. Мен білген рецепті бойынша бұл негізі 20 грамм болу керек. Сіздер сөйтіп салсаңыздар болады, бірақ мен өзім денсаулығымды ойлап, бұл ашытқының да маған пайдасы жоқ. Өстіп апара дайындап алдым. Мен май құйып едім, сондықтан болу керек, апарам көтерілген жоқ. Сонда да мен қараған жоқпын. Жылылау суымды қолғап, ондай қатты батпайтын жылы су алып, осылай нан иледім, қамырымды илеп алдым. Штатив алсам да, штативті қосуды үйренбеппін. Сонымен бір фрагменттерім штативтің көмегімен түсірілсе, бір фрагменттерім штативтің көмегінсіз түсірілген. Москва сразу не строилась деген, алдағы уақытта штативті өнемен қосып қоямын. Штативті қосып жатырмын енді. Ұмытып кеткен ғой. Осылай жұмсақ қолға жабысатын қамырымызды илеп алып, оны бір жарты сағат, 40 минутқа, мен тіпті үйде отырғанда жоқпын уақыт санап, дрожжым көтеріле берсін деп жаптым. Тапырдың қамырды тез ашытатын табасында иледім, бетін жаптым. Сосын салмамды дайындадым сол ортада. Мен сиропканы қосып отырғым келген жоқ, себебі овощтардың овощной болды менің салмам. Пегодиімде ішінде мясорубканы өткізсем сөлі көп шығатын болғандықтан мен тура дрожжын көрдім. Осылай жұмсақ қылып, керегімізше жұмсақ қамыр илеп алдым. Сұйық майы аз болды, сондықтан кене тағы қостым. Описание бөлімінде көрдіңіздер ме, қосып жатырмын. Описание бөлімінде қанша грамм қосқанымды көрсетіп кетемін. Міне, өстіп қамырымды әбден біріктіріп, қолға жабысатын жұмсақ қамыр илеп, сонымен осылай жауып қойдым. Бәрін көрсетем, алдағы жерде видеода барлығы көрініп. Сонымен пегодиіміздің қамыры ашығанша біз осындай салмаға құйрық май алдым, 2 перец алдым, асқабақ алдым. Асқабақтың 3/4 бөлігін алдым, 1,5 жуа алдым, 3 картоп, 2 сәбіз, сосын 2 чеснок алдым. Осылай енді оларда квадрат турап алдым. Әрқайсының бәрін көрсетем, ұсақтағанымды, үреп бұрадым. Өздеріңіз сұраңыздар, біліңіздер. Одан кейін асқабағымды турап жатырмын. Одан кейін картопымды турадым. Сосын чеснокты да турап жүрдім. Жуа, сәбізімді, балаларым сәбізді тіріле жеген жақсы көреді, піскенді жақтырмайды. Осылай пісірдім. Оны осы месте турап, квадраттар керегімізше. Перецтарым осылай турап, тағы да турап, осындай салма дайындадым. Тұзым, бұрышын салдым. Описание бөліміне көрсеңіздер болады. Әбден араластырып, бойына сіңуіне қойып қойдым. Дайындап қойғаннан кейін манағы илеп қойған қамырымды тағы бір қайтара қойдым да 10 минутқа тағы қойып қойдым.
Бізге қамар, бұдан да жұмсақ қылып илеуге бар, бірақ мен терпением жетпейтін болғандықтан осындай жұмсақтықты алдым. Бір 10-15 минуттан кейін қайтадан осылай қамырымды алып, ашып, дөңгелек дейді біреулер, сөйтіп күлшелер жасадым. Күлше дейді, мен зуа дегенді жақсы көремін. Кішкентай 80-100 грамның арасында зуа жасап аласыз. Осылай салып, алып, өлшептеп қоясыз. Оны ысып, астақтайдың көлемімен осылай салмамызды салып, келіп, мантаваркамыздың ішіне саламыз. Мантаварканы ойлаудан ұмытып кетпеңіз. Әрғай дөңгелекті дайындап отыра бермейді. Бірден бірнеше дөңгелектер дайындап алдым. Бұлармен көзімен өлшедім, сіздерге сізмен өлшемесеңіздер болады, 80-100 грамның арасында аласыз. Кішкентай дөңгелектерді алып, ысып, ұстаудың көмегімен оны пайдалану арқылы менде шықмайтын. Любителей емеспін, сондықтан онға жүгіндім, осылай салмасын салып, түйіп, мантаваркамызға орналастырып, мантының пісіретін осындай уақытта пісіріп алдым. Менде бәрі кесілген болғандықтан 1 сағат қойдым, өздеріңіз біліңіздер. Маған 45 минут қойғаннан гөрі 1 сағатта қойып пісірген ұнайды. Сөйтіп пісіріп алдым. Мына піскен кезде осындай разбухаться етеді, көлемі көбейеді, сондықтан мен бір түйір қалып қоятын болып, сосын тұздап салып жібердім. Піскеннен кейін осындай керек ыдысымызға салып, өзіміздің ойымызша мен үстіне салма дайындадым. Бөлек подлива, морковьпен жуа, тұз бұрыштан сөйтіп балаларыма ұсындым, өзім асын жасап көрсеттім, қолыма астын пышақтың көмегіне жүгіндім. Осылай жеп көрдік, ұнады, ас болсын, сіздерде пісіріп жеп көрсеңіздер, бір ерекше тағам ретінде болады. Балаларға жеп алды.